мұнарадан атын ұмытып қалдым. Қазір Астраваны көруге тырысамыз. Қайғалтымды жоғалып кетсе дейсің, баған ақшаң тозаң. Мен бәріне ризам, бәрі өз бабымен тағы не дейсің енді. Жүзейін самғайын, көңіл күйіме осы өлеңім лайық толған айын. Қосың толғаныма қарап тұрма, менің отыным сенің отыңа. Шекер, бір жағалауға мың шағала. Біз қазір бір мұнараға бар жатырмыз. Ол мұнарада Астраваны көруге болады. Біз қазір ана жаққа баруымыз керек. Жаяу бар жатырмыз. Өйткені карта бойынша 20 минут. See you there. Вау. Я даже могу показать, где мы живем. Так класс. Бүкіл қазақстандықтарға Астравадан сәлем. Біз 85 метр биіктікте тұрмыз. Ауа райы керемет. Кішкене жел бар, бірақ ол ешнәрсе нам не мешает. Кедергі жасамайды. Ауа тап-таза. Күшті. Ауа керемет. Таңғалып отырмыз ба? Бізге Астрава өте қатты ұнады. Мұнараны көрдік, енді біз тамақ жеуге бара жатырмыз. Ары жүрдік, бері жүрдік, сонымен форумға барамыз деп шештік. Мына Каролина деген жер. Мен ойымша бұл бизнес-центр. Сағынып жүріп алған нәрсе. Уйгурский лагман. Сәлем, ас болсын, қыздар. Біз қазір мына жердеміз. Храничник. Сосын біз Вратимовскаға баруымыз керек. Демек, мына жақтан мына жаққа дейін 7 минут алады деген сөз. Қазір трамваймен барамыз. Негізі трамвай қатты қиын емес, үйренуге болады. Тратился. Олейте. Обмен. Вот мына итті табуымыз керек. 160 мың теңге береді бізге. 165. Алтын айдаға кетіп табамыз. Біз қазір Икеяға келдік, Астраваның. Негізі Икея Авион деген сауда орталық жанында орналасқан. Және бұл ең үлкен, бұл жақта да осындай жетектер бар. Және бұл ең үлкен сауда орталығы Европа бойынша. Сол үшін Әселдің артында тұр, оның қасында Икея. Негізі неше түрлі күшті блогерлар бар ғой ютубта. Ночь в Икее, как я там проводила 12 часов в Икее деген сияқты. Ондай енді түсірмейміз, просто жай ғана көріп шығайық. Соның өзі. Лежит. Үйде жатқан ғой демалу. Керемет. Көп нәрсе алып отырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Өмірде әр адамда күнде 24 сағат бар. Сол 24 сағатты дұрыс пайдалану, немесе бұрыс пайдалану, ол сізге байланысты. Мынандай perfect освещение еш жерде болмаған шығар. Біз жәймендеп
қандай заттар алып жатырмыз, сіздерге соңында көрсетеміз не алғанымызды. Жалғыздарға керек нәрсе таптым. Асында тұрасың да, көп ыдыс жумайсың. Бүйтіп бір жұмыртқа қуырасың. Міне шошқа жылы. Бірақ шошқа сияқты болып кетпеңіздер. Meine Drogfingrarta genome Chamiska. Әсел сындырдың. Негізінде бізге бір Москвадан Астрахань деді ма? Сол жақтан бір тәте тауып берді. Ол өте сондай жақсы тәте екен, бізге көмектесті. Арчо, Мәскеу. Бізді көрді. Девочки, вы откуда? На-на-на. Сосын біз сөйлесіп кеттік. Қазақстан деген екен. Сосын бізге бір лайфхактар айтты. Мысалы, Икеяда, кассаның жанында, сол жақта не сатады деді, андай мысалы құртылып кеткен, немесе ашылып кеткен заттарды өте күшті жеңілдіктермен сатады. Міне осылай айтылады. Слевнение Божие. Яғни пайдаланған, ашылған заттар, жеңілдіктегі заттар. Қазір көріп шығамыз, енді не бар жеңілдікте. Енді төлеуге келдік. Екі касса бар, мысалы ана жақта өзің барып кәдімгі сатушыға бересің, немесе былай ала саласың. Да, правильно. Келесі. Finishing paint. If you are sure press yes for artificial. Yes. Okay. If they are not yet a member. Visa card. Do you have? Oldu. Бізге қазір чек береді. Сол чекті алғаннан кейін. Қазақ, бәр жерде де қазақ. Енді кетіп бара жатырмыз үйімізге. Келесі блоктарда көріскенше.